Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Бүгінгі видеода біз қаз жұмыртқалар инкубация туралы видео болады. Ал ендеше біз инкубатор алдында салған жұмыртқаларды қараймыз. Жақында салдым 24-ті. Бірақ бұлардан көрінбейді әлі ерте. Біз 9-ы салған. 9-ы салдым, соны бітейік. Жоқ, біреуінде жоқ. Шарқпай өрейін өзі. Бісміллә. Міне бар. Айналдырып қоя береміз. Бар сияқты. Бар екен. Айналдырып қоя берейін. Екіске. Бар ма екен? Міне бар екен. Аңғайсыз oldu. Тездетіп айналдыра берейін. Міне тірі. Тірі бар. Міне ұлып қалған. Бар. Инкубаторды босатып қойып отқан. Мына уже 16-сы. 16-сы бар екен. Bir türlü бар сияқты, бір алмай қояйын, жоқ бар ол да мүмкін, жоқ ол да мүмкін. 24 әлі ерте, 24-іне. 24-ті бұған да ерте. 9-ы. Мені өліп қалған. Көріп тұрғандарыңыздай. Болған, бірақ өліп қалған. Мынау 24-ті бұған ерте. Мынау 24-ті. Онда ерте екен. Айналдырып тізе берейін онда. Опа, 16-сы. Міне бар екен де. Қараңыздар, эмбрион дамып келатыр. Жақсы. Міне тағы да 16-сы. Bu da damып келатыр екен. Мына да дамып келатыр. Бірақ дұрыс көрінбейді. Жуылмағандықтан жұмыртқа. Жуғанда әппақ болғанда көрінер еді. Бірақ андай қызыл болып тұрса өзі бар деген сөз. Бар екен. Достар осы. Қазір қара жіберейін. Көздеріңізше. Ал нешесі? Бұл 24-ті болған әлі ерте ғой. Бұл да 24-ті. Мынау да 24-ті. Мынау 9-ы. Қара жіберейік ол. Болған бірақ өліп қалған. Болған бірақ өліп қалған.
сала береміз. Міне 16-сы дейді. Бүгін 26-сы 10 күн бұрынғы жұмыртқалар. Міне бар. Міне. Көріп тұрған шығарсыздар. Тамыр бәрі көрініп тұр. Мынау да 16-сы қазір қараңыз. Бұл бар екен. Міне осы достар. Қалғанын сосы келесі видеоларда көрсететін боламын. Сау болыңыздар.